Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге жүрек пішінді самсаның рецептісімен, оның оп-оңай әрі тез жасалу жолымен және оны екі түрлі тию әдісімен бөлісетін боламын. Бірақ видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын жаңадан ашылып жатқан арнама қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Ғашықтар күніне романтикалық кешкі ас ұйымдастырып, осындай өте дәмді, ауызда еритін самсаны жасап, жүректеріңіздің иесін аспаздық шеберлігіңізбен таң қалдырыңыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдын ала өлшенген ұнымызға тоңазытқыштан шыққан сары майды бүккіштен өткіземіз. Қамырымызды илеу үшін жақсылап май мен ұнды араластырамыз. Бір келкі болып шығуы керек. Сұйық қоспаны дайындау үшін 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қаймақ қосып, 2 шай қасық қант қосамыз. Сұйық қоспамыз 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған сұйық қоспамызға ұн мен сары май араласқан құрғақ қоспаны қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз борпылдақ болып шығу үшін қамырды илегенде бар күшімізді салмай, жаймен ғана араластырып илейміз. Қамырымызды бір қайыра дөңгелетіп, дайын болған қамырдың бетін жауып, тыну үшін жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмамызды дайындауға кірісеміз. Ет тартқыштан өткізілген фаршқа майдалап туралған кішкене құйрық май, пияз және ұсақталып туралған картоп қосамыз. Қалауыңызға қарай тұз бен қара бұрыш қосамыз. Құйрық майды қоспасаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырамыз. Салмамыз осымен дайын. Көз мөлшерімен тынған қамырымызды бірдей мөлшерде бөліп алып, дөңгелетіп күлшелеп шығамыз. Егерде әр самсаның мөлшері дәл бірдей болып шыққанын қаласаңыз, қамырды таразда салмағы 40 немесе 45 грамм етіп өлшеп алуға болады. Бетін жауып салқын жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырды күлшелеп, енді жаюға кірісеміз. Жайған кезде дөңгелектеу емес, кішкене жүрек пішінге келтіріп жаямыз. Енді дайындап алған жаймамызды көз мөлшермен жүрек пішінді қылып кесіп аламыз. Не болмаса, үйде ас бөлмеңізде жүрек пішінді қамыр кескіштеріңіз болса, немесе ақ қағазға шаблон жасап алып, кесіп шықсаңыздар да болады. Енді көз мөлшермен бірдей етіп салмамызды салып шығамыз. Салма салынған жайманың үстіне енді бетін екінші жаймамен жауып, тиюге көшеміз. Бірінші тию үлгісінде иолочка әдісімен 2 жағын кезекпен ала отырып түйіп шығамыз. Самсаны тиюдің екінші жолында алдымен қамырдың шеттерін бір-бірімен біріктіріп басып аламыз. Одан кейін бір шетінен алып қайыра отырып, ұйғыр самсасын тию әдісінде түйіп шығамыз.
Осылайша қалған самсаларды да өзіңіздің қалауыңыз бойынша ұнаған жолмен түйіп шықсаңыздар болады. Ары қарай жұмыртқаның сары уызымен самсаларды бір келкетіп жағып алып, үстіне ақ кунжутты сеуіп шығамыз. Осымен дайын болған жүрек пішінді самсаны алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке салып, жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей оңай әрі тез жасалатын, бастысы дәмі енді тіл үйіретін жүрек пішінді самсаларымыз да дайын болды. Жақындарыңызға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, тосын сый жасап дайындап көріңіздер. Өз қолдарыңызбен әзірленген ас тарту әлде қайда жақындарыңызды сүйсіндірері сөзсіз. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған бүгін Марал. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Кездескенше сау саламат болыңыздар.